Қиярдың құрамында В1, В2, В3, В5, В6, С витаминдері, фолий қышқылы мен кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш қияр әрі дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Оның дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан бері терінің ауруын емдеуге болады. Пысықтар. Жақсы дамыған қияр адамның ағзасындағы керексіз заттарды да шығарады. Артық салмақтан арылуға көмектесетін, өйткені оның көміржауларды майға айналдырмайтын тартылымдық қышқылы бар. Басады. Бір қиярдың өзі жеткілікті. Қияр қатерлі ісіктердің пайда болуын төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейінің қан қысымын бір қалыпты болуын реттейтін, инсулин бөліп отыратын гормондарын реттеп отырады. Ауыздағы жаман иісті кетіруге де болады. Қиярдың бір тілмен алып таңдайдың астына 30 секунд қоямыз. Аяқ киіміміздің кремі өтіп қалса, қиярдың бір тілімен де сүртуге болады. Орысша тілінде огурцы айтылу себебі ежелгі грециядан келген огурц піспеген деген ұғымды береді. 95% судан тұрады. Достар, мен қиярларын бір түптінде 100 қияр салады. Қиярға өте көп су керек. Нежин қаласында қиярға арналған ескерткіш бар. Ал пысықтар, біздің қиярлар қандай болып қалыпты? Жақсы болған ба екен? Жақсы болса, жақсы болды деп комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта осы қияр бизнесін қалай жақсы бастайтынын, жақсы қалай пісіретінін, қалай да болсын 1 тонна өткізетінін, 2 тонна өткізетінін айтатын боламын. Сіздер менің каналыма тіркелсеңіздер, мен сіздерге шын жүректен алғыс білдіремін. Менің каналымда алда сіздерді көптеген қызық видеолар күтіп тұр. Менің каналымдағы видеоларды өтіп көрсеңіздер болады. Ал видео ұнаса, пысықтар, сау болыңыздар.